Мынаны сатып алам, қандай жақсы болды. Ё-моё, видеоларымды монтаждап, мына желпергішпен бірге сатып алдым. Күндегін асып кетті ғой. Так, все, загрузка қоя салайын, экипировка, все. Телефонымда монтаждап әтпесе мынадай шығып кетті. Қой, құрсын, бір ішім пысып кетті. Мыналарға ақша қалды, ё-моё. Ноутбук өте қымбат. Қой, құрсын, осы егінімді, мотыгамды алайын да бар. Егінімді алып қайтайын, қой, құрсын. Не отыр егініме? Егініме не болған? Житель! Оңбаған! Не істегесін мен грядкыма, Не істегесін? Нориге, Нориге, не болды? Пранк көтер алмай қалдың ба не? Бізге де пранк ұстайсың ғой, сүйемайы. Алдында қыз болып ұстадым әрлерге, енді пранкты көтер алмай қалдың ба не? Пранкымен ғой, менің огородым не істеп тастағасын? Мен қазір не тамақ жейм, Не тамақ жейм сен пранк үшін? Пранкты көтер алмай қалдың ба? Не болды? Егінің жоқ, не болды ал? Бүгін аш қаласың, аш қалсаң не болыпты ал? Мен пранк көтер алмай қалдым ба? Не ё-моё? Қалай сонда пранкге? Кетші бар, ё-моё, натуре мал екесің ше. Ё-моё, не істедің мен огородымды? Егіндер әжептір өсіп тұрады ғой. Ой, кетші бар, жетел. Нурик, сен конкретно пранк қылып қалдың. Кетші, пранктың көкесін көрсетем әлі саған, түсіндің ба? Пранк дейді ғой. Мен саған көрсетем пранктың көкесін. Так, пранк деді ма, Шай екенсің ше, пранк демен. Ё-моё, күн деген ас кетті ғой. Ё-моё. Ассалаумағалейкум достар, сен Нурик, қалайсыңыздар? Так, в общем, мен бүгін осындай футболка бәрін шешіп тастадым, себебі күн деген асып кетті достар. Қанша градус комментарий жазып кетіңдер. Погода бізде примерно 38 градус болып тұр, қалайсыңдар, в общем. Так, в общем, әңгімеге оралайық. Ана жетелмен огородын сындырып тастады, ё-моё, көріп тұрғандарыңыздай. Вот, соған мен пранк ұстағым кеп тұр, тоже пранкын шығарып ше. Бірақ менде пранк түспей тұр жұта. Так, мүмкін бұлай істесем ше. Менің қазір денем тұр ғой. Дәл сол денеммен типа не істесем болады жалпы. Пранк ұстасам қалай? Қинап оны қалай жалпы? Дұрыс па жалпы қинаған? Комментарияға жазып кетіңдер. В общем, ендеше кеттік ал, сол пранкты ұстайтын боламыз. Қазір качок болып оған айтып тұрып пранкын көрсенші достар. В общем, кеттік видео. Достар, ол пранкты ұстау үшін маған админдерден примерно маған творческий сұрау керек болып тұр ғой. Фу, ана жетел әлі күліп тұр ма? Нурик, әлі майындапсың ба? Кетші бар үйіне, ё-моё. Натуре мал екен ше. Короче, мен админге қазір звондаймын да и творческий алғызбасам, айтпесе маған творческий керек болып тұр. В общем, қазір мен хабарласып жіберейін. Ой, рахмет, админ мырза, түсінігіңізге рахмет. Ё-моё, творческий берді маған. Так, в общем, өйстіп ұшып жүре алам, кайф. Ана жетел кетіп қалды мен сөйлесіп жүргенде. Мен оған көрсетем. Дәл қазір маған оны далаға жүгіртпей, лучше маған дала емес. Бір нәрсе істеп алу керек болып тұр. Мысалы, бір андай типа қинайтын жерді істегім келіп тұр. Қазір мен грядкамды, огородымды құрт тастаған үшін жауап береді қазір. Қазір мен оған көрсетем ғой. Кімнің грядкасын құртқанын ол білмей тұр ғой бала. Бала жастай кетеді. Так, в общем, осылай кішкене қасып тастайын. Дәл осылай қазір мен ол жетелге көрсетем. Тісін жұлып алам, мұрын жұлып алам дегенде. Мұрын жұлып алмасам, ё-моё. Жылатасың қазір, достар. Менімен бірге бола беріңіздер, в общем. Ана тіпке лайк басып, комментарияға жазып кетіңіздер. 400 подписчикке аз қалдық. Давайте 400 подписчикке жеткізіп тастайық. В общем, давайте. Опа, все. Айтпақшы, маған админ өзінің бір мықты қылышын сыйлады. Сол мықты қылышпен ұрды конкретно. Сол мықты қылышымен ұрайын деп тұрмын. Мен ол жетелге көрсетем. Пранк дейма, пранк. Пранктың көкесін көрсетем. Пранк деп қоймады ғой. Бірақ үңгір болған екен бұрында. Неге жауып тастаған белгісіз. Так, в общем, істеп маған істеп тастау керек. Қысқасы. Так, все, жетелге бәрін істеп қойдым жалпы.
мыналар не десеңіздер, ауылдың балдары түсінеді, иә. Дәл осылай көтергізетін болам. Осы наковальня, ауыр тас, үшін бочка су толған ішіне. Сосын мынау груша типа осыны ұрады. В общем, қазір мен оны шақырып қайтайын, ол баланы. Қазір житель бергеліні. Тыңдай алам сенің. Бергел житель. Қазір мен сен. Житель. Не болды? Житель конкретно жүргет. Бір нәрсе көрсетем саған. Өте керемет сюрприз. Кетші ма, мені Шаруа көп. Бол дедім мен саған. Бол тез. Бол давай. Шынан талдырып бастаған соң, қазір мен мынаны көтеріп алайын, достар. Дәл сөйтіп анаяққа апарайын. Так, житель орныңнан тұрдың ба? Все. Так, жақсылап тыңдап ал. Мен аттың емайы, талқап емайы, бүкіл түсімді көршіктім ғой. Қысқаша жылама маған, короче. Сен менің грядкамда сандара пранк ұстағың келіп тұр, солай ма? Онда сен бүйтесің енді. Менің праңыма қош келдің, житель. Короче, бұл жерден артық қимыл жасасаң, дәл солай больницадан шығарам. Түсінің ба? Короче, наковальня, су толған бочка және тасты қазір көтеретін боласың. Нурик, бұл келісеміз. Ешқандай келісу жоқ. Давай. Быстро. Давай, істе. Болды, Нурик, қаз көтерім. Ауырғы, Нурик, ауырғы. Көтер, давай, наковальня. Көтер тезде. Көтермей қойыш мүмкін. Көтер дедім мен саған. Болды. Нурик, жетема. Болды, қоя сал, житель. Болды. Қолы. Өлмейсің. Давай, тез. Живо, тез. Дәл осылай атылып кетпей тұрғанда тез. Нан ұрасың, короче, қазір. Мүмкін келсе біз ұрмай қойш. Ұрасың, давай, бол. Жылау жоқ. Мен грядкам сындырғанда қандай болдың, Шәк, бля. Мен қазір денеме өзім сабап өлтірем, түсінің ба? Давай, житель. Давай. Болса, жүрамай кеттің, давай, ауырғыма жүріп, бәрібір жүр, давай. Ұр, тез. Ұр. Житель, көз алдымда сындырып бастадың ғой. Енді қиналып тұрып. Онда давай енді, жүгіресің, давай. Қалай жүгіресің, уже жететін шығар? Жүгіресің дедім ба, жүгіресің, давай, тез, бол, қазір тағы аяғын сындырам. Бол, тез. Короче, полный ауылды 5 рет, 10 рет айналдып шығасың, түсін ба? 10 рет айналасың. Айналмай қойш. Айналасың дедім ба? Айналасың, Буш, давай, ұрбаңдамай. Давай, короче, жүргің келмей тұр ғой, Қазір мен саған тағы да бір ловушка көрсетем. Қазір мен саған ловушкалардың көкесін берем. Жүгіргің келмейді ғой, Жүгіргің келмейді ғой. Қазір мен саған жүгіртем қазір. Давай, живо. Давай, житель, давай, қоям. Өртенелерсің маған бәрін. Давай, жүгір. Қинамасай, Нурик. Жүгір, давай, ұрлатыр ғой, Ё-моё, мынада кішкентайлар бәле болса. Қалып қалды зомби. Житель қалып қалды қазір. Тағы да шығарып ойып. Кетіңдер, зомбилар, кет. Ат бастайды маған. Калашникпен. Все. Житель кәтілтіп алайын, ебай. Нурик, өтініш, қинамай қойш. Болды, түсіндім қателігімді. Енді пранк ұстамайым саған, құрсын, ебай. Точно пранк ұстамайсың ба? Енді түсіндің ба? Болды, ұстамайым ешқандай пранк. Жүресің мен, қиналып кеттім. Зомбилардан қорқып қалып қалдым ғой. Түсіндің ба, житель? Все, онда. Житель, короче, мынақтың бәрін онда өзің жинап таста. Өзің қосалған жина, давай. Аналарды көтеріп анаяққа алыс жаққа апарып таста. Соңғы наказание болсын. Соны түсіндің ба? Мен грядкам сындырған қандай болатын саған көрсеттім, короче. Ал достар, осы видео сіздерге ұнаған болса, тіркеп лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Ё-моё, житель, жестко жылаттық па кәдімгідей. Зомбилармен қоп, талып қабыл. Скоро менің творческий мертем бітет берсіз, сондықтан қойғырсын мен жата. Сау болыңыздар, достар, давай. Ал бүгіндікке мен шаршадым, қойғырсын жата қалайыншы.